Ынжық деген не нәрсе? Елдің бетіне қарап сөйлей алмайды, инициативасы жоқ, қозғалғысы келмейді, жатып алады. Қорқақ дейін десең қорқақ емес, бірақ бір алып ұшып тұрған алғырлығы да жоқ. Бұл өзгеретін нәрсе. Қазақта сөз бар, қорқақты қуа берсең батыр болады дейді. Бұл не деген сөз? Оны қозғап, мотивация беріп, дұрыс құралменен тәрбиелеп жіберсе, кез келген ынжық баланың бойындағы қасиеттерін сылып алып тастауға болады. Немесе аспандап тұрған бір шәлкес мінезді батыр шатыс жігітті де байсалды ұлға айналдыруға болады. Бұның бүкіл құралдары, бүкіл тетіктері қазақтың байырғы тәрбиесінің бойында тұрған, біз оны ұмытып қалып жатырмыз. Сондықтан әлі де болса кеш емес. Негізі мен өте көптеген ынжық балаларды кездестірдім өмірде. Бірақ ұзақ уақыт жұмыс істеудің арқасында солардың алғыр, өз ісінің жауапкершілігін алып, нәтиже шығаратын жігіттер болғанына қазір көзім жетіп отыр. Әсіресе осы әлем чемпионы болып жүрген, Азия чемпионы болып жүрген спортшы жігіттердің өзі жас кезінде ынжық болған балалар болады. Кейін шайқаса келе, ұл балалардың ортасында бәсекеге түсіп тартыса келе, ынжық балалардың кейін батыл қасиеттерінің жарқырап шыққанына куә болып отырмыз. Әлемдік жағдайда да солай. Мысалы, Мессилардың өзі ынжық болған, Пеле де бір кезде ынжық болған. Бірақ көріп отырмыз ғой олардың соңында қандай адам болған.